Бүгін осылай пекин капустасын тұздаймыз. Мен қазір осылай жуылмаған, көрсетіп жатыр. Мен осылай жоғарғы қабаттың барлығын алып тастаймыз. Мен осылай кір болады. Аралары кәдімгідей мынандай шам болады. Міндетті түрде жуу қажет, қыздар. Міндетті түрде жуамыз. Міне осылай бір қабаттың барлығын шешіп алдық. Қазір жуып аламыз. Менде жалпы қазір тұздалып жатқан 18 килограмм осындай пекин капустасы. Өшелерін қазір барлығын бір шайып жібереміз. Міне осылай капустамызды жуып алдық. Төменгі жағын шамал кешіреміз. Және бөлеміз. Назар аударамыз. Так, мына осылай қазір бөлеміз. Соңына дейін бөлмейміз. Себебі астыңғы жағы мына жерде өте жапырақтары өте нәзік. Жай ғана мынаны былай ашсаңыздар өзі ашылып кетеді. Міне қазір біз көбірек тұздағандықтан, егер бізге қазір жедел түрде 3-4 күнде дайын болатын капуста болса, араларын кәдімгідей ашып, кішірек бір шелекке тұздаймыз. Ал бұны мен қазір осына қыс мезгіліне тұздап жатырмын. Қазір бұны бөшкеге тұздаймыз. Бұл менде шамамен 2-3 айға дейін тұрады, көктемге дейін. Сондықтан, егер сіздерге шоу керек болатын болса, бір аптаның ішінде дайын болатын болса, осылай тағы да 2-ге бөліп жібереміз. Соны бір қырыққабатымыз біз 4-ге бөліп аламыз. Ал мен қазір осына 2-ге бөліп алдым. Жалпы осына қазір 2-ге бөлінген күйінше қазір біз осылай бочкамызға тереміз. Міне осылай барлық қырыққабаттарымызды осылай бөліп, тура 2-ге бөліп дайындап аламыз. Міне менде кәдімгідей 100 литрлік бочка. Осы бочкамызды жуып тазалап аламыз, содасымен жуамыз. Және астыңғы жағына кәдімгідей барлығыны тақтап шығамыз. Нығыз етіп тақтаймыз. Міне осылай капустамызды барлығын ығыздап салып алдық. Менде осы 100 литрлік бочканың ішіне қазір осы жерде тура 18 килограмм капустам бар. Тура жартысы болды, осы бочканың жартысы. Сіздерге примерно осы білу үшін қанша кетеріні айтып өтіп жатырмын. Енді бұның үстіне қазір тұзды мен айтып өтемін. Тұздылау, егер біраз уақыт тұратын болса, міндетті түрде тұздылау етіп үстіне құямыз. Тұзы көптеу болады. Және бұны салқын, қараңғы жерге қоямыз. Су құйып алдым. Осы көлемге менде 20 литр су кетті. Суымызды шамал толтырмай құямыз. Капустамызға жетпейді, себебі капустамыз шөге бастайды, суымыз көтеріледі. Әрбір 10 литрға 400 грамм тұз қостым. Кәдімгідей еттің қамырындай дәмі болады тұздың. Дайын болған қырыққабаты менде 2 апта бочкада тұрды, себебі өте мұздай салқын жерде тұрды. Алып, мұздай сумен жуып жіберіп, кәдімгідей істете береміз. Міне осылай дайын болған капустамыз. Қазір осылай мен кәдімгідей турайым. Егер турауды қаламасаңыздар, кәдімгідей қазір арасындағы сол жағылатын соусы, негізі кобра ғой, огонек, соны жағып шығамыз. Мен қазір бұны міндетті түрде тураймын. Мына жағы бізге керек емес, кәдімгідей алып тастаймыз. Міне осылай капустамызды кесіп дайындап алдық. Менде осылай 3 капустадан осылай 2 табақта болып шықты. Және ішінде міндетті түрде любой корейский салатқа салынатын бізде кинза. Қазір ұнтақтап алдым. Ұнтақталғанын алмаңыздар, оны иісі кәдімгідей кетіп қалады. Қазір ұнтақтадым. Өте иісі әдемі, өте керемет болып тұр. Бұл міндетті түрде қосылатын осындай дәмдеуіш қоспа. Міндетті түрде. Және магазиннен кобрасын алсаңыздар болады, немесе осындай домашний кәдімгідей осылай капустаға жағылатын әші.
Бұның ішінде әші бұрыш және тәтті бұрыш қосылған, бірге бір қосылып жабылған. Бір қайнатып алып, банкаға, стерильный банкаға жауып тастаған. Қазір барлығын араластырып сіздерге көрсетемін. Жақсылап жуып алдым. Жуып алған соң бір шайып жібердік. Кәдімгідей мұздай суға шайып жібереміз. Қайнаған су болу міндетті емес. Жуып шайып алған соң осылай турап алдым. Қаласаңыздар ірілеу немесе ұсақтап ет турасаңыздар болады. Дастарханға тартқан кезде тағы да бұны тураймыз. Жақсылап жуып шайып тастаған соң шамалы тұзы азайды. Сондықтан осы көлемге міне бір шай қасық десе болады. Тұз саламыз. Тұздан соң осы кинза, қазір осының жартысын салам, жартысы екінші табағыма кетеді. Кинза міндетті түрде тағы да айтып өтем. Және осындай домашний кобра немесе огонек қосасыздар. Әшіреу болуын қаласаңыздар көбірек қосасыздар, қызғышт болып шығады. Шамалы қатты әші болып кетпесін десеңіздер, шамалы аздау қосасыз. Және жақсылап кәдімгідей араластырамыз. Мен осылай қолыма перчатка киіп кәдімгідей араластырамын. Міне қазір осы капустамыздың барлығыны осылай воронкамен саған ыңғайлылау салып тастаймыз. Астыңғы жағына осылай қалыңдауларын салуға әрекет жасаңыздар. Түп жағыны жоғары жақтағы мындалар тез дайын болады, жоғары жағына саласыздар. Қалаған ыдыстарыңызда сақтасаңыздар болады. Оны жаққан соң міндетті түрде холодильникте сақтау керек. Ал жағылмаған түрі кәдімгідей бочкаңызда немесе шелектің ішінде, тұздың ішінде тұра береді. Осылай нығыздап салып аламыз. Қатты езіп тастамаңыздар. Хрустящий болмай шығады. Жай ғана қолыңызбен осындай трамбаға тек жерсеңіздер болды. Үстіне осындай қаған суымызды құямыз. Міндетті түрде сусыз қап кетпеу қажет. Сусыз қап кетсе, осындай төбе жағы ірейді. Осындай согын құйсаңыздар, дәмі өте әдемі, өте керемет болады. Қою тамақтармен өте дәмді болады салат. Міне осылай капустамызды салып қойдым. Мен кәдімгідей осыны банкаға салып шықтым. Кемінде бір тәулікке холодильникке қойып қоямыз. Бір тәуліктен соң кәдімгідей алып, істетіп жейміз. Міне осылай салатымыздың дайын түрі, жылдап сыналған рецепт. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Диана. Ас болсын, сау болыңыздар.